Ішкі істер министрінің нұсқауына сәйкес Маңғыстау облысы республикалық маңызы бар тас жолдарда жол көлік оқиғаларын алдын алу және де апаттық деңгейді төмендету мақсатында облыс аумағында дронмен бақылау қызметі іске қосылып, құқық бұзушылықтарды анықтауда. Бұл әуеге ұшырылатын құрылғы басқа көліктерді қауіп келтіріп, басып озған және маневр жасаған темір тұлпарларды анықтау, фиксация жасауға көмектеседі. Сол арқылы жол ережесін бұзушы жүргізушілермен анықталды. Мәселен, патрульдік полиция ротасы қызметкерлерімен осы бағытта жол көлік оқиғаларын тосқауыл қою мақсатында жан-жақты жұмыстар жүргізіліп, жүргізушілермен профилактикалық сұхбат жүргізіледі.